Блогерлардың тіптен десеңіз мен сізге айтайын, жаңа жүргізіп жатқан аккаунттарын ашып қарап оқуға ұяласың. Екі сөзінің бір қате. Көрдіңіз ба? Демек, сауатты маман болу үшін, сауатты адам болу үшін бірінші не керек? Біліміңді шыңдап отыру керек. Ал блогерлар не? Жеңіл ақша тапқысы келеді, бараттағы жарнамалап тамақ жегілері келеді. Әйтеуір, бұл дүние мен сізге айтайын ба, блогерліктің түбі неге алып келеді? Жалқаулыққа, еріншектікке, маубастыққа. Қай блогерді қарамаңыз, түскі сағат 2-де оянады, өйткені түнімен жүреді. Ал адамда режим бұзылғандықтан ол не істейді? Ол режим барлық жерде хаос. Үйінде де бардак, миында да бардак, барлық жерде бардак. Адам онда жатып, таңға тұратын адам түнімен жүреді, күндіз пырылдап ұйықтайды. Ол адам не болады? Ол адам маубас, жалқау, ешкімге, қоғамға кері әсер беретін адамдарға айналады. Осы жерде мені блогерлер қауымы жесе-жесін, мен бірақ ашық айтамын өз пікірімді. Себебі талай блогер сымақтар келіп, тіптен десеңіз бір журналист бар, енді ашық атын айтпай ақ қойын, блогерлерді блогер деп айтатындар. Блог деп шыт көрінді, то есть оның өзі астарында талай дүние жатыр. Сол себептен блогер болғаннан гөрі, одан гөрі қоғамға пайдасы тиетін, қабілетіне сәйкес маман иесі болса деп мен үгіт насихат жүргізер едім.